Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Біздің сабағымыз әкті күйдіруге арналған қондырғылар мен алаңда жүретін процестерге арналған. Негізі біз өткен сабақта осы жылу қондырғылары, күйдіру құрылғыларын өткенбіз. Яғни атап айтқанда, олардың түрлері, олардың конструкциясы, қандай жылу қондырғылары қолданылады, жылады өттік. Енді осы жылу күйдіру құрылғылары, осы күйдіру құрылғыларында қандай құрылыс материалдарын алуға болады. Енді осы лекцияда біз осы әкті қарастырайық. Әк ол грек тілінен асбестос, өшпейтін извест, бор, басқа карбонаттарды күйдіріп алынатын өнімді айтамыз. Әк енді барлық құрылыста қолданылады. Білесіздер, кәдімгі өзіміздің үйде әктеу үшін де мысалы қарапайым байланыстырғыш зат деп атауымызға болады. Енді кальций OH2 ол сөнген әк болады, ал сөнбеген әк кальций О болады. Ал бірақ табиғи жағдайда ол негізі карбонаттар түрінде кездесетін. Көріп отырсыздар, карбонаттар осыны алып тау жынысын, яғни жаңағы әкті өндіретін жерге жіберіледі. Енді сөндірілмеген әк бұл суға араластырмаған әк, мысалы су, көміртек диоксидін жақсы сіңіреді, цемент, шыны, кальций карбиді өндірісінде және сөндірілген әк алуға қолданылады. Енді ең негізгі бұл шикізат көзі бұл цемент өндірісінде қолданылады, білесіздер, өйткені құрылыс материалдары курсынан білесіздер, байланыстырғыштың сабағынан білесіздер. Мысалы, цементтің құрамында кальций міндетті түрде бар. Кальций ол деген барлық табиғатта бар. Адамның сүйегінде де мысалы кальций бар. Адам мысалы жеміс тамақ сүйегі қатайту үшін кішкентай балаларда мысалы кальций беріп тұру керек. Мысалы кальций глюконат деп аталады. Сонымен келесі енді осы кальций оксиді құрылыста байланыстырғыш ретінде қолданамыз. Цемент, түрлі тұздар алуға көп қолданылады. Осы жерде кейін суреті көрсетілген кальций О бұл сөндірілмеген әктің формуласы. Енді ауа әгі деп карбонатты тау жыныстарын күйдіру жолымен алынатын өнімді атаймыз. Ауа әгін өндіру үшін карбонаттардың құрамында балшықтардың мөлшері 6%-дан аспауы шарт. Енді шикізат ретінде кальций карбонатты біз қолданамыз, бірақ оны біз 900-1200 градуста күйдіреміз. Ол кезде мына реакция жүреді. Кальций СО3, кальций О пайда болады, сосын плюс СО2 көмір қышқыл газы пайда болады. Енді мінекей ол қайдан аламыз деген мәселе туындауы мүмкін. Мысалы, тау жынысын, таулы бар жерлерде, мысалы карбонат жынысы бар, сол жерден әктас бар жерлерден аламыз. Ол жерден оны майдалап, оны біз жаңаға кейін әк өндіретін жерге тасымалдаймыз. Енді әкті сөндірілмеген ауа әктері, мысалы, су тисе тез сөнеді. Енді ол неге тез сөнеді? Өйткені ол жылу сумен әрекеттесіп жүреді. Жаңа мен формулада ұмытып кеттім айтуды. Мысалы, кальций О аламыз ғой пештен шыққаннан кейін, сумен сөндіреміз, қайнайды. Яғни энергияны сақталу заңы жұмыс жүреді осы жерде. Енді гидравликалық әк қатаю мезгілінде ауалық әк немесе гидравликалық қатаюға тән процестер жүреді. Мысалы, алдымен ауалық әк қатайғандай кальций гидратацияланып, кальций тотығының гидратына кальций OH-қа айналады. Бұдан әрі қарай кальций силикаттары, алюминаттары және ферриттері гидраттардың өздеріне сай коллоидтық және субмикрокристалдық қалпында гидратты қосындыларын құрайды. Біртіндеп гидраттар нығыздалады, яғни упрочняются, қатаяды, кальций OH кристаллына айнала бастайды. Ал кристаллар біртіндеп олар конгломератқа айналады. Яғни жасанды құрылыс материалы конгломераты түріне айнала бастайды. Енді негізі
әк ол ауалық байланыстырғы затқа жатады. Енді гидравликалық әк ол оның жаңағы қатаю жаңа кейбір ерекшеліктері бар. Осы жерде мен жаңағы сіздерге мен айттым. Так, енді гидравликалық модуль жоғары болған сайын құрғақ ауада ұзақтау қатаюды керек етеді. Неге? Өйткені байланыстырғыш заттарда осындай гидравликалық модуль деген термин бар. Иә. Бұл тек қана ауалық әгін емес, сонымен қатар жаңағы минералды байланыстырғыш заттарға да тән. Келесі слайдқа көшейік. Келесі слайдта осы гидравликалық әк суға төзімділігі және мықтылығы жоғарылау құр сүйінділерге жасауға, әкті пуцаланды цементтер шығаруға, төмен маркалы жеңіл ауыр бетондар өндіруге пайдаланады. Көрдіңіздер ма, гидравликалық әктің және кәдімгі әктен шамалы ерекшелігі бар. Гидравликалық әк негізінде шығарған әкті пуцаланды цементтердің ерекшелігі бұл мықтылығы. Енді мықтылығы бұл не дегеніміз? Бұл беріктігі, сығу кезіндегі беріктігі. Сонымен қатар ауа төзімділігі жоғарылап болады. Гидравликалық әкті соншама үдемелі көлік жүрісі жоқ жолдарда салғанда сазды онымен біріктендіріп тұрақты ету үшін де қолданады. Яғни мысалы временный жаңа жолдар болады, мысалы сол жерлерде мысалы гидравликалық әкті асфальтты бетон орнына қолдануға болады. Гидравликалық әктен дайындалған құр сүйінділері мен бетондар, егер оларды ауасы дымқыл ортада пайдаланса, жоғары мәңгілік материалдар қатарына жатады. Енді бұл жерде жаңағы оның қатаю дәрежесі, оның қандай жағдайда пайдаланатыны соған мән беріліп отыр. Яғни влажный состояние болса, дымқыл орта болса, оның жаңағы өзінің қасиеттерін сақтау мүмкіншілігі жоғарылайды. Бірақ бір нәрсе есте сақтауымыз керек, гидравликалық әк жасалған бұйымдар тығыздықтары төмен болғандықтан ауыспалы сулану және құрғау, сондай-ақ мұздану және еру режиміне шыдамсыз келеді. Бұл жерде біз оны, яғни бұл жерде аязға төзімділігі туралы, сол аязға төзімділігі туралы, қасиет туралы сөз болып отыр. Яғни егер су көп тие беретін болса, ол аязданып еритін болса, ол кезде оның жаңағы циклы азаяды, аязға төзімділік циклы. То есть, мысалы, сіздер білесіздер, аязға төзімділік циклмен өлшенеді. Келесі негізі енді кейбір кезде осындай құрылыс материалдары, дайын құрылыс материалдарын әк-тас, мысалы, кракошечник бар, мысалы, бізде Ақтауда. Яғни оны біз күйдірмей-ақ бірден құрылыс алаңында қолдануымызға болады. Ерекшелігі неде бұлда? Бұл жаңағы табиғи пайда болған құрылыс материалдары. Негізгі онда компонент бұл әк құрамдас жаңағы заттар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.